Таза Қазақстан, Таза Астана бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған байқау мәреге жетті. Шара Тәуелсіздіктің 33 жылдығына орай ұйымдастырылды. Оған 60-тан астам журналист, блогер және шығармашылық тұлға қатысып, 106-дан астам материал ұсынылды. Қатысушылар жұмыстарын бағалау барысында тақырыптың өзектілігі мен қоғамға маңыздылығы, материалдың шынайылығы, баяндау стилі мен құрылымның сапасы және авторлық көзқарас пен шығармашылықтың ерекшелігі назарға алынды. Жүлдегерлерге ақшалай және бағалы сыйлықтар табыс етілді. Келесі жылы 2025 жыл бұл жұмысшылардың жылы болып есептеледі. Сол себептен жай жұмысшылар олардың таңда асырып еңбек істеп жүрген еңбектерін көрсету. Осы бағытта материалдар болды. Соны біздер осы жалпы Таза Қазақстан жөнінде жалпы жұмысшылардың еңбектерін айтатын бір журналистердің пулын жасағымыз келеді.